Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі блог бізде офлайн, ал біз балалармен шықтық қыдыруға. Біздің отырымызды танып алыңыздар. Қазір послеңізді көресіздер. Все, кеттік біз. Қазір ұлымызды садиктен аламыз. Ары қарай кетеміз. Деп үйден шығар кезде осындай әдемі состояниемен шыққанмын ғой, көріп тұрғандарыңыздай. Ал бірақ балаң өскенше ондай сәпесті армандамай қой деп маған айтсаңыздаршы, мен білмей қалдым ғой. Бүгін бізде семейный демалыс, аптасына бір рет әкеміз демалады, соның демалғанын асыға күтеміз ғой. Бүгін балаларды осындай ойын-сауық алаңына алып келдік. Ұлымыз бүгін әдеттегідей садиктен алып, осылай Алматының беделді торговый центрлерінің бірі форумға келдік. Осындай әдемі форумның ішіне семейный кафеге кірдік. Ішінде игровой бар екен, және тамақтанатын жері бар екен. Іші тып-тыныш, маған қатты ұнады. Өзім де балалық шаққа бір оралып, қызыммен бірге әдемі секіріп, әдемі көңіл күйде болдым. Солай шай тамағымызды ішіп, балаларды ойнатып, келесі ойын алаңына келдік. Бір шыққасын от душиынан шайық деп, келесі ойын алаңына келіп, от душиынан ойнап сасқанынан балам өзі қайтам деді ғой. Екеуі әбден ойнап, машинаға міне сала, екеуі ұйқыға кетті ғой. Екеуі. Мынау менің после түрім. Жаққан бояуым ағып кеткен ба?